шығар бұзалған. Сенің шығып алдыңнан анам шашу шашатын, сенің шығып алдыңнан жеңгем шашу шашатын. Айналайын ақ құдам, қош келдіңіздер құдалар. Айналайын құдалар, қош келдің құдай қосқан құдаларым. Төрімде не десең де құбаламын, бір жүріп бірге тұрып қызықтайық. Енді келген нұралабын. Ал енді шардақтағайын мінекей құдаларымыз келді. Қошеметімізді қаттырақ ұрып, шашуымызды шашып, құдаларымызды той төріне шығарып салайық. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Босағада тұрмаңыздар. Тойымыздың төрінен орын алыңыздар. Жеңгем шашу шашатын, айналайын ақ құдам, болсын мынау құт қадам. Айналайын құдалар, төрің ана құбалар. Армысыздар, алқалы жұрт қалайық, ізетпенен амандасып алайық. Бүгін міне Астана қаласында, есілдің жағасында, жадырасып жарасатын, жамырасып тарасатын, қызығы күннен күнге жырланатын, келмегендер қызықтан қырғалатын, тамаша бір той басталды. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Ал ендеше тойшылғауын бүгін мінекей Ұлағат пен Диана қызымыз ұзатып жатырмыз. Қызымыздың өмірі болашақта тәтті болсын деген ниетпенен тойлерінің атынан шашудан қабыл алыңыздар. Бәрекелді, дәл осындай дүбірлеген той сіздің үйдің төрінде де болсын десеңіздер, шашудан жинай отырыңыздар. Олай болса, ардақтағайын, жастар, қыздар, сіздерге жұғысты болсын деген ниетпенен шашудан жинап алайық. Көп ұзамай сіздің үйде де осындай дәл той болсын деген ниетпенен жинап алсаңыздар болады, жарай ма? Олай болса, тойшылғауын біз қарайық бағым әрі құтым деп, жетпегенін жіберейік бүтін деп, жаңа елге, жаңа күйеу баланың тұрған шығар жүрегі деліп үлдеп.
Әлемге той деп бүгін жар саламыз. Сонау Шымыр елінен келген Ұлықбек күйеу балаларыңызды қошеметпен қарсы аламыз. Күйеу келе жатыр ағайын. Күйеу деген атқа жеттім бүгін жамылып, өмірлік жар болар аққуымды сағынып. Бүгін міне халайық, үш жұртымның бірісің, келіп тұрам еліңе қуанышты табылып. Текті елден қыз алсам жүрегіммен мақтанам, келіп міне қонғандай бақытпенен бақмағам. Қолды қойып кеудеме сәлем бердім ағайын, қабылдасаң ұлыңдай күйеу болып жарайын. Бәрекелді, күйеу баламыз орнына келгенде неге құдалар ғана тұрады орнынан? Сіздер неге тұрмайсыздар? Ортаға шығып, сескенбей амандасып тұрған біздің Ұлықбекке қошеметтеріңіз осы ма? Ал енді Ұлықбек қарап тұрғандай, ауылымызға тұз емес қысырап келіп отырсың. Оңайшылықпен қызымызды көрсете қоймаймыз, сыңнан сынап көреміз, сүрінбей өтсең көрсетеміз, сүрініп қалсаң біз де ойланып қаламыз дегенде, иә? Бәрекелді. Олай болса, мінеке қарап тұрғандай күйеу балаларыңыздың құшағы гүлге толы екен. Өзіңіздің болашақ енеңіз Гүлден ханымға табыстауға рұқсат. Танима ол кісіні? Бәрекелді, келе қой ортаға. Ал енді бүгіннен бастап Ұлықбек сенің үш жұртың болады. Соны бізге жіпке тізген моншақтайға байтып берсең, бірінші жұртың? Өз жұртым. Дұрыс айтса қошемет көрсетейік. Сәл қателесіп кетсең демей тұра берейік, я? Екінші жұртыңыз? Нағашы жұртым. Нағашы жұрты дейді. Бәрекелді. Үшінші жұртыңыз? Қайын жұртым. Қайын жұрттан қаттырақ қошемет болсын. Ал жарайды, енді Қыжыбек пен Төлеген қол ұстасып кигіз үйге аттанып бара жатқанда, кинода аяқтарының астына еленген теріден бөстек тастаған. Сөйтіп, өсиет айтамыз. Біріншіден, Ұлықбек, осы ауылдағы барлық қайнағаларыңызға күйеу бала емес, сүйеу бала болам деп бір қадам жасаңыз, яғни аттайсыз. Жаңа ғана гүл шоғын сыйлаған қайненеңіздің ең жақсы көретін күйеу баласы болам деп тағы да бір қадам жасаңыз. Бәрекелді. Содан кейін осы ауылға Ұлықбек деген күйеу бала келеді дегенде, оқ мойын созып елең етіп отырған бажалар бар. Бар ғой, иә, бажаларыңыз? Сол бажалармен мінезі жарасқан тату-тәтті бажа боламын деп сіз аттайсыз, барлық бажалар қошемет көрсетеді. Осы ауылдың абыройын асқақтатып жүрген алтындай жеңгелеріңіз бар. Сол жеңгелердің тілі алғыш күйеу баласы болам деп аттай ғой. Балдай тәтті балдыздардың ең жақсы көретін жездесі болам деп тағы да бір қадам жасаңсаң болады. Жарыңыз Диананың маңдайына біткен жұлдызы болам деп аттаңыз. Соңғы қадам осы әулеттің төрге шығарар, төрінен түспейтін сыйлы да құрметті күйеу баласы болам деп нық бір қадам жасаңыз. Қыз жолдас, жігіт жолдас, сіздерге аманат. Артынан қалмаймыз осы кісілердің бүгін күні бойы, жарай ма? Осы кісілерге де қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады. Қызмет қой олда деген. Ал енді шардақтағайын олай болса, ізетті қызыз көрсетпей кетпеген. Дұрыс болмас, ел алдынан өтпеген. Алдарыңызға шыққанда сызылып, бүйрек тұрар үзіліп деп, бүгінгі тойдың сәні, көркі біздің ерке сұлу қызымыз Диана келе жатыр. Қошеметпен сұлу қызымызды қарсы алайық. Арулар мың бұралып билегенде, дүйім жұрт шат көңілді күйгене ме? Той көркі, қызықшылық көрінісі, қуаныштан не жетер билегенге? Әуелеткен әсем сазы әніңізге, той жұғысты болсын деп бәріңізге, сұлулар буындары сан иеліп, әкелсін осы тойдың сәнін сізге. Барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай.
жирік майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Қалды қарайғандай қамыс қалды, ауылы қалқатайдың алыс қалды көзіңнің мөлдірін ай. Ауылыңа алыс қалған қарай-қарай, қайрылып қаршығада қол ұстасқан қос ғашыққа ағайынның атынан тағы да бір қошемет болсын. Ал ендеше ардақты ағайын, мінекей екі жастың істеген істері де ақ, жолдары да ақ болсын деген ниетпенен біз ақ тағамнан ауыз тигізейік, сіздер куә болып қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Жаным-ау, шөлдеп қалдың ба? Ас болсын, күн ысып кетті ғой енді аяқ астынан. Бәрекелді, олай болса ардақты ағайын, мінекей осындай дүйім жұртты жинап, дүбірлетіп, той жасатып жатқан сезім шіркін емес пе? Ендеше екі жастың сезімі балдай тәтті болсын деген ниетпенен біз балдан ауыз тигізейік, сіздер қошемет көрсетіп отырсаңыздар болады. Олай болса ардақты ағайын, жастар бақытты болсын деп сіздердің қошеметтеріңізбен жастарды той төріне шығарып саламыз. Той, тойға ұлассын ағайын.